Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Дамумед. Бүгін біз жалпы фармакологиядан антибиотиктер тақырыбын талдайтын боламыз. Жалпы антибиотик дегеніміз не? Антибиотик ол микроорганизмдерге таңдамалы түрде әсер ететін химиотерапиялық заттарды айтамыз. Яғни бактериостатикалық және бактерицидтік әсер етеді. Енді бұл терминдар сізге түсініксіз болуы мүмкін, сондықтан түсіндіріп өтсем, бактериостатикалық дегеніміз ол бактерияның өсіп-өнуін, дамуын, әрі қарай көбеюін тежейтін процестерді айтамыз. Ал бактерицидтік дегеніміз ол бактерияның түбегейлі жоятын процесті айтады екенбіз. Яғни антибиотиктер осы екі механизм бойынша әсер етеді екен бактерияға. Жалпы антибиотиктерді алыну көзіне, әсер ету механизміне, қолдану көрсеткішіне, спектріне байланысты бірнеше классификацияға жіктейміз. Ең бірінші классификация алыну көзіне байланысты. Яғни антибиотиктер табиғи болады және жасанды немесе жартылай синтетикалық дейміз. Табиғи антибиотиктер, яғни аты айтып тұрғандай, қандай да бір табиғатта кездесетін заттан жасалынады. Мысалы, көбінесе самұрық-құлақтардан немесе микроорганизмдердің өзінен жасалынатын антибиотиктерді айтамыз. Келесі екінші жартылай синтетикалық антибиотиктер, яғни бұл антибиотиктерді біз жасанды деп те атаймыз. Неліктен? Себебі олардың құрамында табиғи заттардан бөлек химиялық қоспалар қосылынады. Сондықтан да біз бұл антибиотиктерді жартылай синтетикалық деп атайды екенбіз. Сонымен достар, бізде табиғи бар және жасанды синтетикалық антибиотиктер бар. Ал толығымен синтетикалық антибиотиктер мүлдем болмайды. Себебі антибиотик деген сөздің өзін, мысалы биотіршілік, яғни қандай да бір тірі ағзаның алынатын зат қосылу керек. Ал егер де толығымен химиялық заттар қосылып кететін болса, ол бізде антибиотик емес, басқа фармакологиялық топ, яғни антибактериалды препараттар болып табылады. Келесі біз антибиотиктерді химиялық құрамы бойынша жіктейміз. Яғни ең бірінші топқа бета-лактамды антибиотиктер жатады. Яғни бұл антибиотиктердің құрамында бета-лактамды сақинасы бар деген сөз. Және олардың өзі өз кезегінде бірнеше топқа жіктеледі. Ең бірінші пенициллиндер, цефалоспориндер, карбапениндер және монобактамдар. Айтылған бұл төрт топ бета-лактамды антибиотиктерге жатады. Ал келесі топ ол макролидтер, одан кейін аминогликозидтер, тетрациклиндер және гликопептидті антибиотиктер бар, және фторхинолондар, сонымен қатар полиендер мен полимиксиндерді де атап өтсек болады. Келесі классификация антибиотиктердің әсер ету механизмі бойынша бактерицидтік және бактериостатикалық. Бактериостатикалық дегеніміз ол бактерияның өсіп-өнуін, көбеюін тежейтін процесс болып табылады. Ал бактерицидтік дегеніміз ол бактерияны түп тамырымен жою деген мағынаны білдіреді. Ал енді осы процесстерді түсіну үшін тақтаға көңіл аударатын болсақ, бұл жерде бізде бактерияның суреті берілген. Жалпы сіздер білесіздер, бактерия бізде бір жасушалы клетка болып табылады, және оның сыртында клетканы білеміз, плазмалық мембранамен қапталған, ал ортасында бізде цитоплазма, және цитоплазманың өзінің мембранасы болады, және жасушаның ішіндегі құрылымдар, яғни нуклеин қышқылдары, рибосомал белоктар, фолий қышқылдары. Бұл компоненттерді не үшін білуіміз керек? Себебі антибиотиктер осы компоненттерге таңдамалы түрде әсер етеді. Сондықтан да осы компоненттерді біліп қайталап алған үшін. Ал енді жаңа айтып өткен классификация бойынша ең бірінші бета-лактамды антибиотиктер. Бұл бета-лактамды антибиотиктер бактерицидтік әсер етеді, яғни бұлар бактерияның клеткасының, яғни сыртындағы плазмалық мембранасын бұзады екен. Енді ойлаңыздар, плазмалық мембранасы бұзылғаннан кейін бактерияның ішіндегі компоненттер сыртқа қарай шығып кетеді, лизиске ұшырайды. Яғни лизис дегеніміз ол еріп кетеді, яғни бактерия жойылады. Сондықтан да біз бета-лактамды және гликопептидті антибиотиктерді бактерицидтік әсер ететін антибиотикке жатқызады екенбіз. Яғни механизмі бойынша олар жасуша қабырғасын бұзады деп айтамыз. Ал енді келесі топ бізде полимиксиндер. Полимиксиндер бізде цитоплазмалық мембрананы бұзады. Яғни біз білеміз, плазманың мембранасы болады және цитоплазманың өзінің қаптайтын мембранасы болады. Егер де цитоплазма мембранасы бұзылса, бұл да сәйкесінше бактерицидтік әсер көрсетеді. Яғни жасуша компоненттері ыдырап, нәтижесінде бактерия жойылады. Енді келесі топтағы антибиотиктер, олар бізде бактериостатикалық әсер етеді. Оларға фторхинолондар, хинолондар және римфампицин жатады. Бұл топтағы антибиотиктер бактериядағы нуклеин қышқылдарын, яғни ДНК мен РНК-ның синтезін бұзады екен.
Сәйкесінше біз білеміз ДНК мен РНК-ның қызметі ол қандай да бір ақпаратты сақтау. Егер де осы ДНК мен РНК бұзылатын болса, бактерия бізде өзіндік ақпаратын сақтамайды, ол көбейе алмай қалады. Яғни әрі қарай өсіп өніп дамуы тежеледі. Сондықтан да біз бұл топтағы антибиотиктерді бактериостатикалық топтағы антибиотик деп атайды екенбіз. Келесі бактериостатикалық әсер көрсететін ол тетрациклин, аминогликозидтер және макролидтер. Бұл топтағы антибиотиктер бізде рибосомадағы белоктарға әсер етеді, яғни белоктарды тежеп тастайды. Нәтижесінде бізде бактерияның жасушалық және метаболизмдік қызметі бұзылады. Ал келесі топ ол бізде сульфаниламидтер. Сульфаниламидтер негізінен фолий қышқылына әсер етеді. Біз білеміз, фолий қышқылының қызметі ол жасушаның көбеюіне қатысады. Егер де фолий қышқылы болмаса, жасуша бізде митоз, мейоз процестер жүрмейді, әрі қарай бөлінбей қалады. Сондықтан да бұл да бізде бактериостатикалық әсер ететін антибиотиктерге жатады екен. Достар, енді антибиотикпен ем қабылдаған кезде ескеретін ең маңызды шарттар бар. Соларға тоқталайық. Ең біріншіден, антибиотикті ешқашанда дәрігердің нұсқауынсыз қабылдауға болмайды. Себебі сізде бактериальный зат емес, мысалы вирусный патология болуы мүмкін. Егер де вирусный патология болатын болса, мысалы ретінде қарапайым тұмауды алайық, жаңағы ОРВИ дейміз ғой, жедел респираторлы вирусты инфекция. Егер де сіз олармен ауырсаңыз, антибиотик ешқашанда көмектеспесе, антибиотик ол бізде антибактериалды ем қабылдағанда ғана, яғни бактерияны жоюға бағытталған, ал вирусқа ол көмектеспейді. Ал келесі ескеретін нәрсе, антибиотикті қабылдаған кезде міндетті түрде оның дозасын сақтауымыз керек. Оны дозадан артық, яғни маған жақсырақ көмектесін деген оймен көп уақыт қабылдауға болмайды, себебі антибиотикке деген тұрақтылық қалыптасып кетуі мүмкін адамда. Ал егер де антибиотикке тұрақтылық немесе резистенттілік дейміз, басқаша қалыптасқан жағдай болатын болса, адамға келесіде ол антибиотик көмектеспей қояды, яғни одан басқасын күрделі антибиотикті қабылдауға тура келеді. Келесі мына сұраққа жауап беретін болсақ, антибиотикке деген тұрақтылық қалай дамиды? Оның өзінің негізгі 5 механизмі бар екен. Қазір мына суретке мән беретін болсақ, бұл жерде бізде бактерия берілген, ал бізде дөңгелекте антибиотиктер. Жалпы сіз антибиотикті қабылдадыңыз, ол асқазанға түсті, асқазаннан ішекке барып сіңді және қан арқылы өзінің қабыну болып жатқан ошаққа барады. Білеміз, қабыну ошағында көптеген бактериялар болады, және антибиотик бактерияға жақындаған сайын бактерия өзін қорғап қалуға тырысады. Сондықтан олар өзінің қолынан келген механизмдерін жасайды. Ең бірінші механизм бойынша бактерия фермент өндіріп шығарады екен. Бұл ферменттер керісінше антибиотикті ертіп жібереді, яғни антибиотик бактерияға әсер етпей жатып, антибиотиктің өзін жойып жіберетін ферменттер өндіреді. Бұл бірінші механизмі. Ал екінші механизм бойынша бұл бактерияның өзінің сыртындағы мембраналық, яғни плазмалық мембранасының өткізгіштігі бұзылады. Яғни осы өткізгіштігінің бұзылуының нәтижесінде келе жатқан антибиотик бактерияға кіре алмайды, қайтадан кері қарай қайтып кетеді екен. Ал үшінші механизм бізде сәл қызықты механизм, яғни бұл бойынша антибиотик керісінше кіреді бактерияға, бірақ кіргенмен бактерия өзінің жаңағы активный процестерін қосады, ол кірген антибиотикті қайта сыртқа лақтырып жібереді. Сондықтан бұл механизм біз активный выброс дейміз, немесе белсенді түрде лақтыру механизмі деп айтсақ болады екен. Ал төртінші механизм бұл бізде метаболический шунт деп аталады. Неліктен? Себебі біз білеміз, кез келген жасушада бізде метаболизмдік процестер болады, А затынан Б заты түзіледі. Осындай процесті бізде антибиотик келіп бұзады. Ал бізде жаңа айтып өттік, бактерия өзін сақтап қалуға тырысады дедік. Сондықтан, мысалы А затынан Б затына айналу жолын бізде бактерия өзгертеді, яғни керісінше осындай өзіне обходной путь дейміз, яғни басқаша жол тауып алады. Осылайша бізде шунт түзіледі, немесе бұны біз метаболизмдік шунт деп атаймыз. Яғни антибиотик келді, ол А затынан Б затына айналу процесін бұза алмай, себебі бұл өзіне басқа жол тауып алды. Ал енді келесі бесінші механизм өте қызықты, себебі біз жаңа айтқан болатынбыз, бактерияның жасушасының құрамында әртүрлі компоненттер бар дедік, рибосома мысалы, нуклеин қышқылдары деген сияқты. Және бактериялар таңдамалы түрде сол бір компонентке әсер етеді. Яғни мысалы мына жерде біз нуклеин қышқылдары, рибосома дейік, мысалы рибосома деп елестететін болсақ, бізде антибиотик осы рибосомадағы белоктық бұзылысқа әкеліп әсер ету керек негізінен. Ал бірақ
және бактерия өзін қорғап қалу үшін бізде мысалы рибосоманың пішіні төртбұрыш болатын болса, енді мысал ретінде айтып жатыр, төртбұрыш болатын болса, оның пішінін өзгертеді, яғни модификацияға ұшырап осындай дөңгелек формаға енеді немесе қандай да бір формаға енеді. Соның нәтижесінде келе жатқан антибиотик бізде өзінің нысана клеткасын танымай қалады. Нәтижесінде ол қайта шығып кетеді немесе жойылып кетеді. Осылайша бізде бактерия өзін сақтап қалады және ақырындап антибиотикті ұзақ қабылдаған сайын өзіне осындай механизмдерді жаңағы ақпаратын сақтап алады да антибиотикке тұрақтылық дамиды екен. Нәтижесінде келесіде бұл антибиотиктер адамға қанша ішсе де көмектеспей қалады.